Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бүгін біздің сабақ талқылау ұзағынан болатын сияқты, өйткені бізде 37-ші топ бітіріп жатыр. Айтып кетейін, бүгін біздің өте қалай юбилейный күн деп айтсақ болады. Біз 21-ші ақпанда бастағанбыз. 21-ші ақпан, март ай, апрель, міне май. Бүгін міне ровно 3 ай болды бізге. Сондықтан 3 айда 37 топ бітірді бізде. 37 топ, жалпы саны 446 шәкірт бітірген. Сондықтан біз қазір 37-ші топты құттықтап жібереміз, содан кейін сабақ талқылау күндегідей, әдеттегідей. Мен біраз адам жоғалтып алған сияқты, шамалы арасында сырқаттандым. Қазір Құдайға шүкір, Аллаға шүкір жақсымыз. Сондықтан 37-ші топты бастаймыз, ар жағында сабақ талқылау и сұрақтар көп болады бізде. Сондықтан мен мүмкін болса қысқаша болуға тырысам, түсінбей жатқан кісілер болса, міндетті түрде сұрақты қойып отырасыздар, мен осы жерде сіздерге жауап беремін. Жарай ма? Так, жаңадан келіп жатқан кісілер болса, танымаған кісілер болса, есім таныстырып кетейін. Есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Жоғарыда айтып өткендей, 21-ші ақпаннан бері қаржылық сауаттылық курсын тегін өткізіп жатырмыз. Онлайн курста, бұл жерде бір апталық курс, кәдімгідей менің WhatsApp нөміріме жазып жіберсеңіз, мысалы 877-222-04-98 нөміріне хабарласқан кезде мен сізді ортақ топқа қосып, бүгін уже 40-ші топты жасақтап жатырмыз. Ішіне бір ғана адам кірді, қалған 38-ші және 39-ші топ сабақ оқып жатыр қазір. Так, сонымен кеттік. 37-ші топ. Айдос мырза, Ақтөбеден құттықтаймыз сізді. Керемес. Как раз осы кісі маған бүгін кеше шығып хабарласып жатты, мысалы. Рахмет сізге. Жаңа обратную связь. Одан кейін Гүлбахар ханым Ермаханова Қарақалпақстаннан. Біздің Қарақалпақстаннан да біздің ағайындар бар, оқып жатқан, өте тамаша, жақсы жасап жатыр. Бұл кісі маған біріншінде YouTube-қа жазады, одан кейін Telegram-ға жазады, сөйтіп барып міне WhatsApp топқа келді, өте тамаша. Одан кейін біздің жақсы шәкіртіміз бар, Думан мырза Дүйсенбаев Атырау қаласынан, өте тамаша жақсы сұрақтар қойып, өте активный отырған кісі. Рахмет сізге, табысты болыңыздар. Одан соң бізде Жаңыл деген қыздар, апаларымыз, қарындастарымыз бар, мысалы Атырау қаласынан Жаңыл ханым. Құттықтаймын сізді, өте тамаша, өте тамаша. Енді одан кейін Нұрислам деген бауырым бар, мен Қызылордадан. Құтты болсын Нұрислам, жарайсың, өте жақсы, тамаша, өте керемет. Бұдан кейін менің Нұрсифат деген қарындасым бар Атыраудан. Өмір сұрақ қойып отырады, көп нәрселер әлі түсінбей жатыр, бірақ ақырын болады барлығыдай. Неге түсінбей жатқаныңыздың барлығын енді түсініп жатыр мен. Менің өзім сізді түсініп жатқан түсінім бар, сондықтан айып етпеңіздер. Көп жерде жылдам сөйлеп, кей жерде дұрыс түсінбей жатқан жағдайларыңыздың бәрінде бірдей жеке индивидуалды жағдай жоқ. Осы жерде біз не қыламыз? Үнемі жеке сұрақтарыңыз осы жерде қойып отырып сөйлескеніміз жақсы болатын шығар. Мен қазір кім бар, мысалы осы жерде сол келіп жатқан кісілердің бәрін бірдей қосып жауап беретін боламын, жарай ма? Одан соң Пернеш ханым бар бізде Тараз қаласынан. Бізде тараздықтар өте активді жұмыс жасап жатыр. Өте Жаңыл деген қақырас қарындасымыз бар, ол да Таразда, мысалы өте жақсы сұрақ қойып отырады осы жерде. Пернеш ханым, ризамыз сізге, Алла разы болсын, құтты болсын. Бұдан соң Талдықорғаннан Шолпан ханым бар, өте жақсы оқып жатқан кісі, тамаша, жарайсыз, Шолпан ханым, жарайсыз, өте тамаша, өте жақсы жасадыңыздар. Бұдан соң Торғын ханым бар, Павлодар қаласынан, өте жақсы жасадыңыздар, молодцы. Құттық болсын. Бүгінгі 37-ші топты 8 шәкіртімізді құттықтаймыз, молодцы. Өздеріңіздің осы қаржылық тәуелсіздікке деген алғашқы қадамыңызды бірге жасадық. Ішінде сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңызды жазып бастадыңыздар. Одан кейін қолымыздан келгенше акция алып бастадыңыздар. Өте жақсы, тамаша ағайындар. Бұны акцияны неге аламыз деген сұраққа мен өзім сұрақ қоямын сіздерге, және өзім жауап берейін соған. Өйткені бүгін біздің именно Қазақстан қор биржасы бойынша кішкентай талдау жасап өтеміз. Содан шамалы түсіністік кіреді, мысалы. Банк центр кредитті мен сіздерге айтамын, үнемі алыңыздар деп, білесіздер. Сол банк центр кредиттің мен сабақты бастаған кезде 1499, 1998 тұғын, одан кейін 1500-ге жетті, мысалы, бір акциясы. 1530 болды, 1550 болды, 1570 болды, қайттан түсті. Сөйткен банк центр кредит кешегі дүйсенбі күні 1700-ге шықты. Бір акциясы, банк центр кредит. Нөміріңізді қайталаңызшы дейді. 877-222-04-98, жоғар жағында, как раз біздің Гаухар ханым, қайырлы күн. Модератор жазып қойды уже. Осы нөмірге хабарлассаңыз болады. Біздің 40-ші топқа келіп түсесіз. Банк центр кредит 1739 теңге болды бүгін бір акциясы.
ойлаңыз, 0,46%-ға көтерілген құны. Сондықтан банк центр кредитті по-любому алу керек ағайындар. Оны аламыз ба, алмаймыз ба дегеннен ештеңе өзгермейді. Сондықтан міне одан кейін Қазатомпром. Мен Қазатомпромды 18.400, 18.300 кезінде есімде да, мысалы. Оны мен алып қойған уақыттардан бөлек, мен именно шәкірттерге берген уақытты айтып жатырмын қазір ағайындар. Сол 19 мыңға шықты, 19.500, 19.700 қайттан түсті, сөйтіп көтерілген кезде кешегі күні, кешегі аптада 20 мыңға көтерілді. Бір акциясы Қазатомпромның. Қазір Қазатомпром 20.400 теңге бүгінгі күн тұрады. Мен саған жаңа 12.5-да алған бұл снимать еткен бағаларым, сондықтан сіздер де осы нәрсені көріп тұрсыздар қазір. Бұдан кейін Народный банк, бәріміз жақсы көріп қалған, 210 теңге 94 теңге тиын, кешіріңіз, 210 теңге 94 тиын. Бұл 226-ға дейін көтерілген тұғын. Кешегі күні, кешегі аптада 198-197-ге дейін түсті. Сөйтіп барып 202-ге көтерілді, одан кейін 212 болды. Міне бүгін 210-94. Әлі де болса алатын жағдай бар ағайындар. Сондықтан не дейміз? Народный банкты алуымыз керек ағайындар. Қазақтелеком, бәріңіз Қазақтелекоммен отырсыздар. Қазірдің өзінде біз Қазақтелекоммен отырмыз ағайындар. Оптико-волоконный связь, мен сіздерге айтып келе жатырмын, Қазақстандағы монополист, именно байланыс жөнінде және интернетті қосып алғанбыз. Сол Қазақтелеком 34.96 теңге болды. Бүгінгі күні бағасы 0,28%-ға көтерілген бағасы. Өте тамаша. Одан соң Форте банк, бәріңіз бірдей ақырындап былтыр Форте банктың акциясын алған кісілер, соны уже бізде дивиденд түсіп бастады. Форте банкты аламыз ба, алмаймыз ба, бола ма, болмай ма деп жүргенде, оның бағасы әлі де болса 6 теңге 20 тиын. 6 теңге 20 тиын, мысалы. Ол өте күшті. 0,32%-ға көтеріліп тұр бүгіннің өзінде. Кесел, бәріңізді Кесел жақсы көресіздер, мысалы. 3021 теңге 0,03%-ға қымбаттаған. Кесел әлде болса арзан ағайындар. Қанша сіз айтсаңыз да, мысалы, Кикок бар, одан кейін біздің 1529 теңге 98 тиын болып тұр. Вообще біздің монополист, оның ішінде энергетика сектордағы Кикоктың акциясы үнемі жақсы көтеріліп жатыр. Бүгіннің өзінде 0,39% қымбаттаған. Одан кейін бәріңіз бірдей айтып жүрем, айтқан жатқан кеше ғана 51.980 теңгеге дейін түскен Каспийбанк қазірдің өзінде 53.980 теңге, уже 54 мыңға жетіп жатыр уже. 0,15%-ға қымбаттаған бүгіннің өзінде 53.980. Сіздер енді оны қайталап айта беретін нәрсе шығар, бірақ білгеніңіз жөнінде ағайындар. Бұл акциялардың барлығы Қазақстан қор биржасында акциялардың бәрі қазақстандық компанияларда, мысалы, жылына 1 рет беретін болса, Каспийбанк жылына 4 рет береді, әр квартал сайын. Алып қалсаңыз өзіңіз үшін жақсы ағайындар. 4 ай сайын сізге дивиденд түсіп тұрады. Дивидендін кешегі бірінші кварталда 850 теңгеден төледі. 23 жылдың 4-ші тоқсанда 850 теңгеден төледі әр акцияңызға. Тамаша емес па? Кеп тұратын. Тура соның Каспийбанктың AX-тегі акциясын алып жатырмыз. Доллардағы 118.21 доллар, 21 цент. 118 доллар, 21 цент. Қазір ғана менің Алматыдағы қарындасымыз Гүлмира ханым шығып жатыр. Аға осындай, ол кезінде қазір голосовойын көрсетіп жіберейін, одан кейін көресіздер. Осының барлығы Каспийбанкты мысалы өте жақсы көтеріп жатыр да, мысалы. Ал жалпы Қазақстан қор биржасының индексі 62.606 теңгеге көтерілді ағайындар. 62.606 теңгеге, жалпы табысы плюс 36%-дан жоғары, 36,10%-ға көтерілген. Сондықтан Қазақстан қор биржасы деген бұл біздің қазақстандық компаниялардың жалпы өсімін көрсетеді бізге. Бұл индекс ағайындар, бұл акция емес, ұмытпаңыздар. Сондықтан Қазақстан қор биржасы 62.606. Бұны жаттап қойыңыздар өздеріңізге. Ол өйткені Қазақстан қор биржасы біздің общий Қазақстанның экономикасын көтеріп жатқан, осы компаниялардың барлығын бірдей жақсы табысты көтеріп жатқандығын бәрін бізге көрсеткіші, единственный көрсеткіш. Мен қазір Гүлмира ханымның голосовойын айтып жіберейін, маған жеке айтқан шығар, бұл ничего страшного нет, біз қосып жатсақ оны мысалы. Міне. Саламатсыз ба, Ғалымжан мырза, қалыңыз қалай? Ана Каспий, мен депозитарный сатып жіберген едім ғой, әлі алмадым да сол ше, Каспий. Сол қазір 118 болып тұр екен да, или тағы түскен күтейін, бала берейін ба, примерно былай білесіз ғой, неге 120-ға дейін көтеріліп кетіп жатыр ғой, 120 болды ма, 121 болды ма, сол кішкене кеңесіңіз керек болып тұр. 120-ға дейін көтерілді ағайындар.
120-ға дейін көтерілді. Именно Каспийбанктың долларлық AX-тегі биржадағы біздің акциясы 120-ға дейін көтерілді. Әлде көтеретін жақсы потенциалы бар. Өйткені Каспийбанкқа жарнама керек жоқ. Мен тағы да айтамын, сіздің қазір Каспийбанк жай ғана банк емес, қазір сіздер үйге сатып алатын бұйымдарыңызды, қажеттіліктеріңіздің барлығын шерес Каспий, оның доставкасы бәрі әкеп беріп тұрады. Сіздің магазиннен барып телефонды алмайсыз, мебельді алмайсыз, соның барлығы бірдей. Каспийдің, мысалы Каспий магазин емес өзім сатып отқан, бірақ солардың бәрін доставкасының бәрін бірдей біз қайдан аламыз? Именно Каспийбанктан алып жатырмыз. Сондықтан Каспийбанк бізде жақсы жасап жатыр ағайындар. Мүмкін болса, жағдайыңыз болса алып қалсаңыз өзіңізге жақсы болады. Так, мен бұл жерде бүгін 38-ші топқа сабақ бердік. Мысалы, міне керемет қандай? Именно бүгін, міне бүгінгі жағдай. Так, қазір көтереміз. Міне кешеге ғана, мысалы, міне сол 38-ші топқа берген кеше вчера деп тұр менде. Народный банк 202.98 тұғын. Мен қазір айтып тұрмын сіздерге 210 теңге, уже 8 теңге қымбаттап отыр. Банк централитеті жаңа 1640 береді, мен 1700 қанша дедім сіздерге? 20 теңге дедім ме? Сондықтан не? Ассалаумағалейкум Ғалымжан мырза, қалайсыз, өткен туған күніңізбен қашан кездесе аламыз дейді. Уағалейкум ассалам, Мирас мырза, денсаулығың қалай, жағдайың жақсы ма? Жексенбі күні реті келген жоқ. Құдай қаласа, мен қазір 2 сағаттың ішінде, Құдай қаласа, Алла бұйыртса, біздің жаңа мешітте болам. Жаңа мешітте болам как раз. Сол жаңа мешітте келсек, мүмкіндік болса. 2 сағаттың ішінде. Оған дейін телефон бар, хабарласасыз міндетті түрде Мирас мырза. Келістік десеңіз, мен сол уақытта мен как раз осы жерде тікелей эфирден кейін 1 сағаттай үйде жұмыс жасаймын. Это получается 2,5-3-те шығып кетемін мен. Мына жерден бір қарай менде 20 минуттық жол. Сондықтан мен әрі қарай жаяу барып, 5 намазды оқып кері қайтамын. Сол жерде мешітке кететін болсаңыз, аэропорт бағытындағы жаңа мешітті білесіз, үлкен мешітті. Сол мешітті келсек, Құдай қаласа. Жақсы Мирас мырза. Так, дальше кеттік. Я десеңіз, Назира я деп жазып жіберіңіз, мен өйткені мен сізді күтпейтін боламын. Телефон жазып алыңыз, сразу бірден. Так, кеттік. Бүгінгі сабақ бізге міне, как раз 38-ші топқа біз Каспийбанктың AX-тегі доллар акциясын алу керек деп айтып отырмыз. Міне осы бүгін тапсырмамыз. Ешқандай қиындығы жоқ, конвертацияға кіресіздер, өзіңіздің пополнить, перевести дегеннен кейін конвертация тұр, сол жерде не аласыз, өзіңіздің теңгеңіз жазсаңыз, астында доллармен тұр. Доллар, российский рубль, евро и фунт стерлинг тұр, сол доллар таңдайсыз да, астына қойсаңыз, сумма списаниеге 54 мың жазсаңыз, ар жағында шүкір Аллаға, жақсы үлмейтін шығарым, көшіртудан ені шығып жатырмын дейді. Онда Астана келіп алғаннан кейін хабарласасың. Жақсы Мирас. Так, дальше Қазмұнайгаздың акциясы мен сіздерге 13 мыңға шықты деп айтып отырдым, мен как раз бағасын жаңа қазір ғана айттым сіздерге. Ол да жақсы көтеріліп жатыр. Сосын мына жерде біз 38-ші топқа Binance'ты ашуды біз тапсырма бердік. Ағайындар, осы Binance'ға келгенде бәрі тіреліп жатқан жағдай бар. Жақсы, Binance болмаса, давайте Bybit ашайық. Бірақ мен Bybit ашқан кезде мен сіздерге екінші MetaMask дегенді қосып жазамын. Бұдан кейін мен MetaMask қазір мына жерге жазып қояйын мен. Именно 38-ші топтан бастаймыз. Бүгін Binance ешкім ашқан жоқ қой. Все хорошо, біз оны не істейміз? Ар жағында MetaMask-ны дополнительно тапсырмаға жазып береміз. И сіздер бүгіннен бастап біздің сабақтарға MetaMask криптокошелегі криптокошелегін ашу керек болады. Мына жерде MetaMask жазып қойдым, бірақ қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін біз Binance'тан басқа Bybit'ті, әйтпесе MetaMask бәрін бірге қосып жасауымыз керек болады. Жақсы ма? Мен насколько дұрыс болған білмеймін, телефонды сома көрсетіп тұр менде. Ничего страшного, мен қазір мына тікелей эфирден кейін қайтадан жазып беретін боламын. Жақсы. Сондықтан MetaMask'ты не үшін ашу керек деп сұрамаңыздар. Бұл жерде қаржылық сауаттылық курсын өткен, оқып жатқан, енді оқитын кісілердің барлығына бірдей тапсырманы бүгіннен бастап кіргізіп жатырмыз біз. Қазір жақсылап тұрып айтатын боламыз нәрсені сабақтың соңында қалса, осы қаржылық сауаттылық курсын, қаржылық тұрақтылыққа барам, қаржылық тәуелсіздікке барам деген ниеттегі әр кісі соңында өте күшті жаңалықпен мен бөлісетін боламын. И өте күшті жаңалық. Сіздер осы отырған жеріңізде орныңыздан оталатын жағдай болады, мысалы ағайындар. Сондықтан бұл жаңалықты мен соңына қалдырып отырмын. Сондықтан кеттік.
Енді сабаққа кірсеміз ағайындар. Мен приглашение жасаймын. Мен қазір мен осы жерге келген кісілердің барлығын бірдей сұрақтары бар шығар, түсінбей жатқан жағдайы бар шығар. Соның барлығын бірдей біз не істейміз? Міне Жұмабай мырзадан бастаймыз. Назым ханым бар, Асылбек мырза. Кірмеймін деп ойламаңыздар, бәріміз бірдей кіреміздер. Шолпан ханым, міне Айгүл ханым бар, Сәуле ханым бар. Так, Сабыржан деген мен танымаймын. Біздің шәкірт емес, шақырып жатыр міне. Әсел ханым, пожалуйста, кіреміз прям тікелей эфирде. Кімнің қандай сұрағы бар, өздеріңіз көріңіздер мысалы. Міне кіріп жатыр ағайындар. Қош келдіңіздер ағайындар. Қош келдіңіздер. Сіздер эфирдесіздер, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Саламатсыздар. Қайырлы күн. Асылбек мырза, қош келдіңіз. Сәуле ханым, қош келдіңіз. Бабаш мырза ма, ханым ба? Айгүл ханым, қош келдіңіздер. Сіздер эфирдесіздер, бірінші бір кезектесіп, бірінші атыңызды атап кетесіз, қала және топты айтып кетеміз. Жарай ма? Бірінші атыңыз, екінші топ, одан кейін не? Өзіңіздің қалаңыз айтып кетесіз. Так, 5 адам отыр, бірінші кеттік. Кімнен бастаймыз? Ағайындар, сіздер қосылып тұрсыздар эквилибрге. Осы жерде мен түсінуім жете алмаймын осыны. Асылбек мырза, сіз білесіз ғой? Связь. Қалай жағдайыңыз, Асылбек мырза? Денсаулық жақсы ма? Связь нашарлау болып тұр, қалеке. Мен естіп тұрмын сізді. Связь нашарлау болып тұр. Аха. Сіздің дауысыңыз мүлдем естілмей тұр. Ничего, жақсы. Қалай жағдайыңыз? Сіздің жаңағы айтқан жаңалығыңыздың соңын күтіп отырмын. Жақсы, хорошо. Жақсы. Сұрақ бар ма акцияны бойынша? Жоқ, әзір жоқ. Ау. Сізді қарап отырам, тыңдап отырам, не? Жоқ, сіздің қарап отырғаныңыз керек жоқ. Сіз акция алып үйренуіңіз керек. Кешегі біз бірге видеода жасадық қой. Тура соны әрі қарай қайталап жатсыз ба? Одан кейін 1000-2000 теңгеге алып жасадыңыз ба? Басқа қандай акция алдыңыз? Сол фортадан тағы да алдым. Аха. Сол арма қарай алған жоқпын әлі. Тақауда. Хорошо. Тақауда осы ақша. Фортадан қанша акция кірсем алдыңыз? алла 40. Молодец. Өте тамаша, Асылбек мырза. Міне, біздің Асылбек мырза бәріңіздің осы жерде үлкен кісі. Пенсияға жеткен жоқ шығар, бірақ үлкен кісі да білмеді, үйренбеді, прямо эфирге осылай бір рет айтты, одан кейін кімді тікелей эфирде отырған кісілер біледі. Біз не қылдық? Ар жағында кәдімгідей видеозвонок арқылы демонстрация экраны қасында Жанболат деген баламыз бар. Сол папасының қасында мен видеозвоноктан көріп отырып алғанбыз. Народный банк, банк центр кредит, Кегокты. Рас па, Асылбек мырза? Я, рас. Міне, Асылбек мырза прямой эфирде жасадық осының бәрін. Ешнәрсесі жоқ, ағайындар. Все, кеттік, ағайындар. Асылбек мырза, сұрақ болмаса мен келесі адамға көшеміз. Жарай ма? Жақсы, рахмет, аха. Все, хорошо. Кеттік. Сәуле ханым тұр одан кейін. Мен жаңа көріп отырмын, түсінбей отырмын дейді. Не түсінбей жатсыз, Сәуле ханым? Сіздің дауысыңыз естуге болады бізге. Сіз айтып жатсыз уже. Сәуле ханым, сөйлей беріңіз, эфирдесіз сіз. Мен жаңа кіріп жатырмын мына эфирге бірінші рет. Не жөнінде айтып жатсыздар, соны айта кетсеңіздер. Аха. Не салады? Өзім таныстырып кетейін, Сәуле ханым. Менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Бұл жерде біз қаржылық сауаттылық курсын өткізіп жатырмыз, тегін курс. Онлайнда кәдімгідей 877-222-0498 нөміріне хабарлассаңыз, мен сізді ортақ чатқа қосам. Қазір біз 40-шы топты дайындап жатырмыз. Сол жерде күнде осылай акцияны қалай аламыз Қазақстан қор биржасында. Маған ешқандай ақша төлеп қажет жоқ, тегін курс, бесплатно орысша. Сәуле ханым. Содан кейін өзіңіздің Народный банкыңыз болса, сол Народный банктен 1000 теңге, 2000 теңгеден ақырындап осы Народный банк, Каспий банк, солардың бәрін Казатомпром, Киселдің акциясын өз үйімізде отырып сатып алатынды үйренеміз. Жақсы. Сіз бұрын акциямен айналысқансыз ба? Бұрын білесіз бе, Сәуле ханым? Жоқ, мен ешқандай білмеймін, сосын ғой түсінбей жатқаным. Өте жақсы. Народный банк бар ма сізде? Бар. Народный банктан өзіңіз қай қаладан боласыз? Мен Арқалықтан боламын. Арқалықтан боласыз, Бөтен емес. Өзіміздің бұрынғы Қостанай, Арқалық, Бөтен жер. Барған жерім менің. Амангелді, Байзағда біраз ауылдармен аралағым кезім уақытында, осыдан 3-4 жыл бұрын. Сондықтан өзіміздің таза қазақ қызылордалықтарға ұқсайды біздің. Сәуле ханым, былай жасайық онда. Сіз маған қазір естіп отырсыз, менің телефон нөмірімді көрдіңіз, 877-222-0498. Сол нөмір бойынша не қыламыз?
маған хабарласасыз, WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз, ар жағында мен қазір тікелей эфирде болдым, арқалықтан десеңіз, мен ар жағында сізді топқа қосамын да, осының бәрін ақырындап үйренесіз, егер желание болса сізде. Аха, желание болады ғой. Жақсы, хорошо. Сәуле ханым, басқа сұрақ бар ма маған? Басқа сұрақ жоқ, рахмет. Жақсы, хорошо. Айгүл ханым, сіз байланыстасыз? Айгүл ханым, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, қалай жағдайыңыз? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жағдай орташа. Иә, сіздің эфиріңізді TikTok қарап отқанда осылай қарап көріп отырам. Бет алдыңызға қарағанда енді бір дені дұрыс, бір дұрыс шаруаны айтып отқан адамға ұқсайсыз. Енді үйренгіміз келеді. Негізі қаржылық сауаттылығымыз өте төмен. Сол төмендіктің арқасында талай ақшадан осы чаттарда жүріп айырылдық. Оны көбі біледі. Көп адамдар да сөйтті ғой, енді өзіңіз де білесіз ғой оны. Қазақтар енді көп. Инвестиционный компаниялардың мен Оралдан болам. QI Trade деген бір айқайлаған компания болды ғой. Естіген боларсыз. Естідіңіз бе? Алло. Мүмкін білмедім. QI Trade деген сол компанияға инвестиция салып, сонымен соттасып жатырық. Сеніп қалдық қой, офистары қаланың ортасында тұрды, содан сеніп қалдық. Енді қорқа соқтырамыз, енді қайда жақындауға да. Енді сізді мына TikToktан көріп отырамыз арасында. Ашып қалғанда бір осы эфирге кіріп кетеміз де, бір дұрыс зат айтып отыр ау деп ойлаймыз енді. Бет алдыңыз сенуге тұратындай енді. Басқаша білмейміз ғой сізді. Айгүл ханым, мен сіз дұрыс түсінді ба? Орал қаласынансыз ба сіз? Иә. Орал қаласына сіз біздің сабаққа кірген жоқсыз ғой да? Тікелей эфиріне отырғаннан кейін. Кірген жоқпын. Ау. Кірген жоқпын. Кірген жоқ болсаңыз, мына телефон жазылып тұр, как раз 77-222-0498. Сол нөмерге хабарласқаннан кейін, Айгүл ханым, сіз жаңағыдай компанияға бір жаққа ақша жібермейсіз, бірінші. Осыны айтып отырған сізге осы автор тікелей эфирдің, мысалы мен спикер болсам, маған ақша жібермейсіз. Өзіңіздің Народный банктен. Ішінде видеолар тұрады, нұсқаулар. Содан қорықпай, ақырындап күніне бір 500 теңгеге екі акциясын Народный банктың, 2000 теңгеге 1700-не бір банк центркредиттің акциясын ақырындап алсаңыз, бұл қазаққа сол жаңағы компаниялардың акционері, үлескері боласыз десеңіз, оны доказать керек жоқ шығар. Ол біздің Қазақстан үкімет жасап отқан, Қазақстан қор биржасы қазірдің өзінде индексі уже 26%-дан асты. Ақырындап осының бәрін алу керек сізге. Ол алу үшін бірінші өзіңізге, Айгүл ханым, мына жерге мақсат қоюыңыз керек. Ешкім жаман болғысы келмейді. Мен түсіндім оны. Бірақ соны ешкімге дәлелдемей-ақ өзіңіз тетрадқа жазып бастаңызшы. Мақсатыңызды, 10 мақсатыңызды жазып бастаңыз. Сөйтіп бірінші күннің сабағы бұл. Одан кейін практика сол мақсатқа күнде ақырындап, мелкими шагами, ақырындап баратын боламыз. Асықпаймыз енді. Асығып барған жерімізді көрдіңіздер, қайда бардық. Не деген лақат ұрған, сіздің ар жағыңызда мен түскен адаммын. Бұның бәрін түгел көрдім. Сондықтан біздің қазақтарға, қаракөздерге тегін сабақ, өзінің ақшасына өзі сатып алып үйренсін. Самостоятельный болып, қаржыгер болудың ең алғашқы баспалдағын жасауды бірге жасайық деп мен себепкер болған жағдайым бар, Айгүл ханым. Иә. Осы жерін түсіндіре алдың ба? Сондықтан жаңағы менің WhatsApp нөмірім жазылды, ортақ чатқа мен қосам сізді, осы сабақтан кейін Құдай қаласа Алла берсе. Ар жағында не? Ар жағында сабақты күнде орындайсыз. Орындаймын деген уәдесімен ғана ішіне кіріп алып, үндемей тығылып отырудың қажеті жоқ. Алдыңыз қолыңызда бар ақшаңызға ақырындап алыңыз. Жақсы ма? Ғалымжан мырза, сонда WhatsApp чатқа қосасыз ба бізді? Дәл солай. Жаңағы нөмір жазылып жатыр, 77-222-0498. Соған қосыласыз да 40-шы топқа келіп түсесіз. 40. Бүгін бізде 37 топ бітірді, 8 шәкірт. Соның ішінде 6-7 адам болса болды, ақырында бастай береміз ақырындап. Бұрын 10 болатын, 15-16 алатын, ол оказывается ауыр екен маған.
Сондықтан ағайындар, 5-6 адам болса да ештеңесі жоқ. Бастап кетеміз, ар жағында күнде осы сабаққа бір апта қатысыңызшы Айгүл ханым. Сабаққа кіргеннен кейін бір апта сенбі-жексенбі жұмыс жасамаймыз, өйткені рынок істемейді бізде. Сол күндер, сол именно 5 күнге түсетін болсаңыз, мысалы, бірінші күн теориялық сабақ болады, 5 күн бойы, қалған ар жағында 5 күн бойы біз күніне 2 акциядан не істейміз? 10 акциясын аламыз Қазақстанның. Тамаша емес па? Соны алып шамаңыз келгенше аласыз, бірақ оны мен сіздерге 100 мың, 150 мың деп айтатынмын алдында. Жоқ, 1000 теңге, 2000 теңге акция алдыңыз ба, ар жағында қосып алсаңыз күндегі плюсіңізді күнде көретін боласыз да. Жақсы? Жақсы. Енді Басқа сұрақ бар ма Айгүл ханым? жоқ, енді 100% түсініп атқан жоқпыз ғой енді. Айтып тұрмын ғой, қаржылық сауаттылығымыз енді ондай емес деп. Енді WhatsApp-қа кіріп, әрі-бері жүре бара үйренерміз. Ақырын үйренесіздер. Иә. Бірден үйреніп кететін ешкімді көрген жоқпын мен. Ақырын үйренесіздер. Менің әлі 14-ші, 15-ші топтарым әлі жазып жатыр менде. WhatsApp сабақ бітіріп кеткеннен кейін WhatsApp-тан шығып кетпесеңіз, сабақтың бәрі сақталады да сол жерде. Күнделікті сағат 1-де мен осы жерде сіздермен отырып, дауысымды өстіп көтерген күйінде сөйлеймін. Ғалымжан мырза, сонда сіздің мақсатыңыз не ол? Қазақтарға көмектесу ма, ол қалай? Қаржылық сауаттылығын арттыру ма? Сіздің мақсатыңыз қандай? Міне, өте тамаша. Мен осы жағдай тарихын айтып кетейін Айгүл ханым. Қалынша жұрт естіп отыр, тыңдап отыр да. Былтыр мен өзім сіздерге айтпай, өзім ғана Народный банктың мобильный приложениесін ашып қараймын ғой. Сіз сияқты сенімбестіктің, күдіктің, үрейдің, қорқыныштың бәрі менен өткен нәрсе. Сөйтіп барып Народный банктың 2 акциясын, бір ғана емес, 2 ғана акциясын алып қоямын, бір күн қарап тыңдаймын. Көрем, хорошо, жақсы. Одан кейін бір аптадан кейін народ центр кредиттің акциясын аламын ғой мен. Сөйтіп көп қарасам, Народный банктікі ақырында плюс болып жатыр да, бір жерде көрсетеді. Общий портфельде көрсетеді. Бар салғаным бір 500 теңге шығар. Одан кейін центр кредитті алдым, ол кездегі арзан. Сөйтіп ана ар жағын бәрін түгел ақырындап Қазмұнайгаз акциясын алдым ақырындап. Болады екен ау. Мынау мені алдамай ма? Сіздің ішіңізде тұрған нәрсе бәрі менен өткен нәрсе, Айгүл ханым. Осы жерде қанша адам отыр мысалы, бәрінде сенімсіздік бар. Жазып жатыр ғой, сенімсіздік көп қазағында дейді. Ол сенімсіздіктің бәрінен өтіп кеттім мен. Сөйтіп барып, уже 7 акцияға жетіскен кезде мен айттым, мынаны неге менің қазағым білмейді дедім да. Осы акцияның арқасында Южный Корея кәрістер дүркетіп көтерілгенде, ол өзің бірінші әр азаматы, әр кәріс өз мемлекетінде өзің көтеріп алып табысын. Ал оның салған ақшасына сол Корея экономикасы бұрқ етіп көтерілді да. Сіздер қазір бәріңіз бірдей корейский телефон ұстап отырсыздар мысалы. Бәріңіз бірдей именно корейский машина мініп жатырмыз бәріміз бірдей. Китайскийміз бірінші Корея келді бізге. Сөйткен дүрлеген компанияның барлығының ар жағында именно сол кәріс халқы тұр да. Сол кәріс сияқты біздің қазақ кембеді. Әрқайсымыз өзіміздің Қазақстан компания бірінен кейін бір жақсы көтеріліп жатыр мысалы. Соны көтерілген күйінде неге сіз содан табыс таппайсыз? Сіз табасыз бірінші табысты, ең бірінші. Ар жағында бүкіл Қазақстан экономикасында қатысып жатқан осы Қазақстан қор биржасындағы компаниялар бәрі көтеріледі ғой. Сіздің 500 теңгеңіз, 1000 теңгеңіз білесіз ба? Ана жаққа қанша жақтан рибас еткен кезде сол Народный банк, сол Қазмұнайгаз, Казатомпром әдемі көтеріледі да олар. Табысын, акциясы көтеріліп жатыр. Оған сізге дивиденд төлейді. Ең бірінші табысыңыз Айгүл ханым, сіздің осыған дейін кетіп жатқан ақшаңыз бар ғой. Ай сайын қанша табыс тауып жатсыз мысалы. Біреуде жалақы, біреуде зейнетақы, біреу саудасын жасап жатыр. Соның 10%-ын сақтап бастасаңызшы. Сақтағанда жинақтап, арада инвестиция жасау керек болады. Міне, өстіп мен осыны 21 ақпанда бастадым Айгүл ханым. Қаржылық сауаттылық курсын. Алғашқы күні мысалы 16 адам келді. Сол бірінші топ бастаған 21 ақпан күні. Бүгін 21 май. Бізге ровно бүгін неше болды? Март, апрель, май. Бүгін ровно 3 ай болды. 3 айда қазірдің өзінде мен сізге өтірік айтпаймын. 446 шәкірт бітірген. 37-ші топ бітіріп отыр бүгін. 8 шәкірт болды. 446 шәкірт Қазақстан бойынша. Ішінде Қарақалпақстан бар, Өзбекстан бар, Қырғызстан бар. Ол жақтан да біздің қара көздеріміз қосылып жатыр. Айгүл ханым, түсіндіңіз ба? Сұрағыңызға жауап бере алды ма сіз, Айгүл ханым? Алло. Так, жарайды, кетіп қалды. Ол компания банкрот болса ше. Банкрот болса болады, не істейсің? Сіз банкрот болғанда рынокқа ештеңе жауап бермейсіз ғой. Сондықтан именно инвестицияның қасында егізі бар, әртараптандыру деген қазақша жақсы сөз бар. Ол не?
именно диверсификация. Сіз мен айтқан 10 акцияның артында тағы да 5 акция 10 акция қосып алыңыз. Мен сатып алған акцияның 10 акцияның біреу екеу минус болуы мүмкін. Бұл рынок ағайындар. Қаржыда инвестиция гарантия жоқ. Сразу айтайын, бірақ 7-8-і общий плюсте тұрғанда сіздің портфеліңіз постоянно жоғары жағында, халық инвестицияның жоғары жағында болу керек. Не істейді? Ол сізде постоянно плюс көрсетеді. Түсіндіре алдым осы жерін. Сондықтан ешқандай қорқақ ештеңе жоқ ағайындар. Қазақстан, Народный банк, Казмунайгаз, Казатомпром, Кесел, барлық біз білетін компаниялар, Қазақстанның компаниялары. Ақырындап акциясын алсаңыз, олардың барлық экономика әдемі өсіп жатыр. Қазақстан жақсы өрлеп өсіп жатқан жағдай бар, дамып жатқан жағдай бар. Біз соның үлескері болыңыз, және өзіңіз салған ақшаңыздың табысын көретін боласыз. Ақшаңызды бір сақтайсыз, 22% инфляциядан бір. Екінші, не қылады? Осы компанияның акциясы құны өскен кезде одан табыс табасыз. Және бұл компанияның көбісі 90% деп айтайын, қазір Каспийдан басқасы. Не қылады? Жылына бір рет бізге дивиденд беріп жатқан жағдай бар. Жақсы ма? Бір акция қаншадан деген кезде әр акцияның бағасы әртүрлі. Қазір ғана айтып кеттім мен. Оны сіздер осыны естідіңіздер, естімедіңіздер ме? Мен қазір қайталап жіберейін. Жаңа қосылып жатсаңыз мен. Мөлдір ханым, иә? Жанерке деген. Жақсы, хорошо. Мына жерде ашып жіберейін мен. Бүгін 37-ші топ бітіріп жатыр. Молодцы. Құттықтаймын сіздерді. Молодцы. Так, міне кеттік. Қазақстан қор биржасында банк Центр кредит қазір ғана айтқан. Мысалы, 1739 теңгеге шықты ағайындар. 0,46% табыс тапқан бүгіннің өзінде. Казатомпром айтып жүрген 18 мың 19 мың тұрған қазір 20 мыңға шықты. Қазір бүгін 20 400 теңгеге шықты. Міне, көрдіңіз ба? Ар жағында Народный банк 210 теңге 94 теңгеге шықты. Бір акциясы. Народный банктың акциясы 210 94. Бәрібір арзан ағайын. 226-ға дейін көтерілген бұл. Қазақ Телеком 34 мың 96 теңгеге шыққан, бүгін 0,28 плюс көрсетіп тұр қазір. Одан кейін Фортебанк ең ішіндегі ең арзан банк сектордағы біздің ең арзан Фортебанк 40-тан жаңағы Асылбек мырза 100-ден 1000-нан алып жатыр мен шәкірттерін. Сондықтан алып қалсаңыз оның дивиденді сізге уже беріп жатыр ағайындар. Былтырғы акция сатып алған кісілер осы биыл уже акциясын алып жатқан жағдай бар. Так, сол Фортебанк 6 теңге 20 теңге болып тұр, 0,32%-ға қымбаттаған. Одан кейін Кесел 3021 теңгеге шықты, 0,03%-ға қымбаттаған мысалы. Кегокты білесіздер, біздің энергетик сектордағы монополист, өте керемет. 1529 теңге 98 теңгеге шықты, 0,39%. Өте тамаша, өте жақсы жасап жатыр. Мен айтып кетқан Каспий банк как раз бұл не? 53.980 теңге шықты, 54 мың почти ағайында, 20 теңгесіге. Бүгін өзінде 0,15% табыс көрсетіп тұр. А Каспий банктың доллары бар, біздің именно сабақта біз Каспий банктың долларын көрсетіп жатырмыз, 118 теңге, кешіріңіздер, 118 доллар 21 центке шықты. Енді ол Каспий банкты қалай аламыз дегендердің бәрі сабақтың барлығының ішінде біз сабақта айтып жатырмыз ағайындар. Осының барлығы ағайындар, осы компаниялардың барлығы бірдей Қазақстанның қор биржасында тұр. Сол Қазақстан қор биржасының акциясы қазір 62.606 теңге 25 тиын, 62.606 теңгеге шықты да. Бұл индекс ағайындар, бұл акция емес. Сатылмайды сізде. Біз индекс арқылы оның өзі мысалы 36%-ға көтеріліп тұр да бүгіннің өзінде. Қандай тамаша. Ағайындар, Қазақстан қор биржасы бұл біздің айтып отырған әңгімеміздің общий көрсеткішін көрсетіп отыр. Қазақстан экономикасы осы ақырын көтеріліп жатқан жағдай бар. 36% уже. Былтыр біз осы Қазақстан қор биржасы 44% табыспен шыққан. Біз әлі 5-ші айда отырмыз ағайындар. Бүгін 21 болса, 5-ші ай. Әлі 7 ай бар бізде. Сол 7 айдың, мысалы, бүгін 5-ші айында уже 36% көрсетіп отыр. Былтырғын айтып отырмыз сізге 44. Разница ар жағында көп емес. 8%. Ал бұл 7 ай бойы әлі де көтеріледі ғой. Значит, бұл Қазақстанның, общий Қазақстан компанияларының бәрі көтеріліп жатыр деген сөз да. Жаңағы айтқан Южный Корея, Айгүл ханым айттым ғой. Южный Корея сияқты бізде қазақ көтеріле алатын жағдайымыз бар. Көп инструмент бар, қаржы инструменттер ағайындар. Бірақ соның ішіндегі именно тәуекел аз, орысша рискісі аз, минимальный рискісі аз, именно консерватив инвестицияның ішіндегі осы Қазақстан қор биржасынан қазақстандық компанияларды алсақ, Қазақстан қор биржасын алатын болсақ, міне өзінің жұмысын көрсетіп отыр ағайындар. Кім не деп жатыр мына жерде? Халық банк алдама дейді. Мен Халық банктың қызметкері емеспін ағайындар, менеджер емеспін. Халық банкқа тура осылай мен өзің сияқты барғанбыз.
өзіңіз сияқты мен бардым. Сонда именно Народный банктың менеджері айтады ғой маған, мына жерде мынаны айтамын ғой сіздерге, ағайын, мына менеджер айтамын, ол бізге кредит предлагать етеді, мен кредит алмаймын, мен кредитім жоқ ағайындар. Сонда айтсам, мына жерде қор биржасы бар деп білсем, халық емес десем, иә біздің дочка дейді, Народный банктың дочкасы дейді, оған көп ақша керек қой, крупный сумма. Неге біз 1000 теңге 2000 теңгеден баса бересіз десем, жоқ, одан депозит жақсы дейді. Депозит жақсы. Қанша депозитіңіз деймін ғой енді. Народный банктың 13,5 годовой эффективный ставкасы. 13,5, ойлаңызшы, қараңызшы. Рахмет. Ал енді акциясы былтырдың өзінде Народный банктың ең ішіндегі төмені, біздің Қазақстан банктерінің, банк системаның лидері болған, авангарды болған Каспий банк 30% артық табыспен шықты. 1 миллион теңге салсаңыз 300 мың үстіне пайда таба бересіз бір жылдың ішінде. Тек акциядан ғана. Оның ішінде дивиденді бар. Оның ішінде сіз өзіңіз ақшаңызды сатып қалдыңыз. Ал сіз 13,5 әйтпесе Каспий банктың несі, именно 15% сіздің инфляцияңыз жаппайды ағайындар. Міне разница осы жерде. Мен сізге жете алмай жатқаным сол. Сіздің ақшаңызды өзіңіз сақтайсыз, маған бермейсіз. Алдама деген кісіге жауап беріп жатырмын мен қазір. Мен Народный банктың қызметкері емеспін. Қазмұнайгаздың менеджері емеспін мен. Қазатомпромда жұмыс жасамаймын. Кселл операторда жұмыс жасамаймын ағайындар. Осы крик души, услышьте меня. Алсаң сіз өз Народный банкыңыздан аласыз. Менен емес. Ол жерден маған брокерское обслуживание, әйтпесе жаңағы агентское соглашение менде жоқ. Мен сізден бір тиын таппаймын жерден. Пайда жоқ менен сіздің кереді. Осыны алып бассаңыз, пайдасыз өзіңіз көресіз, плюсін күндегісін күнде көріп отырасыз ағайындар. Оның ақырында 5-10 жылға жіберетін болсаңыз, ол үнемі не қылады, көтеріліп жатқан жағдай бар. Түседі де арасында, бірақ основном көтеріліп жатыр ғой. Ол акцияның құны постоянно депозитте бірінші, одан кейін инфляциядан үнемі жоғары болады. Міне разница қайда ағайындар. Осы разница түсінсеңіз егер, бұл өте қиын, өте простой, өте қиын нәрсе да, мен жетсем айтқан нәрсем сол. Өз ақшаңызды сақтайсыз бірінші. Екінші көбейтесіз, одан не акцияның құны өседі. Одан кейін одан еще не аласыз. Одан кейін сіз одан еще дивиденд аласыз. Мен дивидендінде өткен тағырын айттым сіздерге, қалай жатқан нәрсе. Бір кісі жазып жатыр, мен оқымай қалдым. Мына не қойып жібересіз ба? Гауһар ханым. Кетіп қалды. Үстіндегісін шығарып жаратуға бола ма? Пернеш ханым, жоқ. Үстіндегісін жаратып алмайсыз. Бұл ақша ертең күні өсіп жатқан балаларыңыз бар. Біреу үйленеді, ол болса, қыз болса тұрмысқа шығады, әйтпесе оқиды, университетке түседі. Бізде қазақта не көп, той көп, соның бәрі алдыңыздан шығып тұратын біздің сіздің алтын қазынаңыз. Так, мен банкроттық дайындалып жатырмын, бірақ менде 15 акциям бар, әрі қарай не істеймін дейді. 15 акцияңыз болса, ақырындап ала бересіз. Банкроттық деген қатты нәрсе емес. Ничего страшного. Банкрот, если сіздерге жаңағы признавать ететін болса, налоговый комитет, ар жағында сіз еркін жарыққа шығасыз да, қаржысыз өмір сүресіз. Так, алынған акцияны қалай сатып жіберуге болады дейді. Қалай купили, тура сол сияқты продать деген нәрсе бар. Сол продать деп бассаңыз, тура осылай сізге 2 сағат пен 3 күннің ортасында сізге өзіңіздің свободный деңгейге келіп түседі, Талғат мырза. Бірақ пока сатып керек жоқ. Просто тексеріп көрем деп жатсаңыз, мысалы, сол Народный банктың 10 акциясын алдыңызда, бір акциясын сатып жіберіңіз. 210 теңгеге қайтадан сатып жібересіз, өзіңіздің неңізге келіп түседі, свободный деңгейге түседі. Бірақ ағайында тетрадь деген нәрсе бар, ручка деген нәрсе бар, соған алған акцияңызды жазып отырыңыз. Қай жерге келіп түсті, қанша уақытта келіп түсті, соның бәрін үйреніңіз. Сәлем, акцияны қалай сатып аламыз дейді. Саламатсыз ба, қайырлы күн. ААА деген кісіге жауап беріп жатырмын. 707-222-0498 нөміріне хабарлассаңыз, мен сізді ортақ чатқа қосамын. Ар жағында сағат 10-ға дейін бүгін кешігіп бердім, мысалы, тапсырма беремін, сағат 1-де өсіп сабақ талқылауға шығамыз, пысықтаймыз. Жақсы ма? Талғат мырза, бір рет сатып алып, бұның выводын тексеріп көріңіз керек қой. Народный банктың дочкасы халық еместе қалай істеп тұр деген нәрсені ше. Сол нәрсе ғой сізде. Бәрімізде әбден қатып қалған жерде. Үрей, қорқыныш, ешкімге сенбейтін нәрсе қалған. Соны тексеру үшін продать деп бір акцияңызды сатып алып көріңіз. Қанша уақытта түсетінін көресіз. Бұл самый ликвидный товар. Самый ликвидный. Шотқа ақша түсуге болмайды дейді, не істеймін дейді. Шотқа ақша түсуге болмайды дейді. Сіздің Народный банкіңізде болмай ма? Менде как раз Гүлдар ханымда шықты. Гүлдар ханымда, мысалы, Түркістан облысынан. Не істейміз? Біздің Freedom банк деген бар. Freedom банкте сіздің шотыңыз блокта тұр ма, кредитіңіз бар ма, оған қарамай, үйде отырып,
не қыласыз? Карточка аштырасыз. Карточканы Астанада 2 күнде Қазақстан бойынша 1-7-10 күннің ішінде әкеліп беріп жатыр. Доставка на дом. Ешкімге бермейді, үйдегі ешкім алмайды, сіз өзіңіз бүйтіп удостоверение түсіріп тұрып суретке түсіресіз. Кәдімгі сіздің счетыңызға, телефоныңызға кәдімгі сообщение келеді. Курьерлер өте қатты істеп жатыр. Өте тамаша істеп жатыр Freedom Bank. Алып қалыңыз Freedom Bank карточкасын. Одан кейін тура осы нәрсені Freedom'да жасайтын боласыз, Freedom брокерде. Жақсы ма? Кімде кредитім бар, қарызым бар, және мені блокта тұр деген адамдарға айтылған нәрсе бұл. Freedom Bank солай істеп жатыр қазір. Сіздің кредит историяңызға қарамай аша береді карточканы. Және өзі үйіңізге кіріп береді ол нәрсе. Және оны созбаңыз ағайындар. Бір апта 10 күн болатын болса, бір аптада сіз қазір кіретін болсаңыз сабаққа, уақыт өтіп кетеді. Ойланып қажет жоқ. Тегін нәрсе алып қалмайсыз ба? Және тегін сабақ. Ақырда 1000 теңге 2000 теңгеден бастап кетсеңіз, сізге ең бірінші бұл білім емес ағайындар, дағды сізге привычканы үйрету керек болады. Ай сайын сатып алып үйреніп бастасаңыз, бұны күндегісін табысын көріп отырасыз да, ол шамалы түсетін шығар, бірақ в основном плюсте да. Сонысы қуантады мені. Жақсы ма? Так, басқа сұрақ бар ма ағайындар? Өте жақсы сұрақ, между прочим. Рахмет сізге. Так, одан кейін мен бүгінгі анализді айттым. 34-ші топтан Фортебанкты алған екен. Бүгін Бақыт ханым Жетісу облысынан Народный банкты алыпты. Молодец, Бақыт ханым, жарайсыз. Именно сол Бақыт ханым как раз Фортебанкты алған. Тамаша, Бақыт ханым, өте жас. 34-ші топ бітіріп кеткен топ мысалы ағайындар. 34-ші топ бітіріп кеткен. Бүгін 37-ші топ бітіріп жатса, бітіріп кеткен топ әлі сабағын тапсырып жатыр ағайындар. Ол бір жерде мақтаныш емес ағайындар. Жасайсыз ба, сол уақытта болмады уақыт. Одан кейін алсаңыз да болады. Осы сабаққа кіріп отырып тұр, кейін алсаңыз, мен сабақтан кейін, қазір прямой эфирден кейін алсаңыз да болады. Сөйтіп оны алғаныңызда осы жерге жазып жіберіңіз. Қалған жұрт, ұйықтап жатқан жұрт тұрсын да. Сіз мына қазір тыңдап отырған кісілер бар, кірсек бола ма, кірмесек бола ма деп. Кіріп алып ішіне ұйықтайтындар бар. Ұйықтайды деген не? Осы сабақты әрі орындамайды олар. Үйреніңіз ағайындар. Міне, Назым ханым, Народный банкта 40 штук алдым дейді. Тамаша емес па? 200 теңгеден санайсың ба? Бар болған 8000 теңге, 8500 теңгенің шамасы. Народный банк ол по-любому жақсы стабильный нәрсе ғой, өсіп тұрған. Әдемі кетіп жатыр. Назым ханым, жарайсыз. Алла берекесін арттырсын. Өте тамаша, өте керемет. Сіздің сабағыңыздан соң алдым акцияны, енді облигация үйренгім келеді. Айгүл ханым, облигацияның уақыты келеді. Облигация, американская акция, ETF, крипто, форекс, бұның бәрі бұдан кейін. Осын үйреніп алыңызшы бірінші. Үйреніп алыңыз, одан кейін біз ол тақырыпқа келеміз. Жақсы ма? Давайте, ағайындар, біз уақыт болып жатыр уже. Мен сізге жаңағы артында соңындағы жақсы тақырыпты күтіп отқан кісі бар бізде. Солға мен сол кісіге арнап, және қалғандарыңызға айтып әңгіме бар жақсы. Сабақтың басында мен айтып кеттім, міндетті түрде Binance аша алмаймын деп айтқан кез, мысалы, қай топқа бір топқа бердік біз, мысалы, соған мен Binance-ты әйтпесе MetaMask-ын ашып алыңыз. Не үшін? Не үшін деп ойлайсыздар? Ешкім не деген айтса, мен сізге айтып берейін. Сондықтан осы акцияның бәрін түгел алуды, жаңағыдай облигацияны алуды, ETF-ті алуға, криптоға кіруге, форекстің бәрін игеруге бір жақсы инструмент алып келіп отырмын ағайындар. Өте жақсы инструмент. Күніне минимум табатын ақшаңызды айтайын ба? Минимум табатын ақшаңызды. Егер тұрсаңыз отырсаңыз ұстап отырыңыз қолдан. Жатсаңыз екі жағын ұстап жатырыңыз. Сондай үлкен темада бұл. Минимум табатын ақшаны айтайын сізге. Бір күнде минимум $500. Күніне минимум $500 ағайындар. Осы ақшаны табу керек болатын болса, бұл ақшаны тапқанда күнде табасыз және оны. Егер иә деп жатсаңыз, маған WhatsApp-қа жазып жіберіңіз, мен сізге сілтемесін жіберем, тіркелесіз, Құдай қаласа, Алла бұйырса, келесі аптадан бастап сол жұмысты бастайтын боламыз. Қазір тіркеліп алыңыз оған. Тегін тіркелу, тегін регистрация. Менде бәрі тегін. Сабақ тегін береміз, барлығын түгел тегін үйретеміз. Жаңа жобаны әкеліп тұрмын сізге, ол жерге де тегін тіркелесіз. Күніне $500. Я деп жатсаңыз, маған жекеме жазып жіберіңіз, мен сізге сілтеме жіберем, жағдай тек тіркеліп отырасыз. Қалай болады? Осы нөмірмен 498, дәл солай. Сол нөмірге жазып жібересіздер, болды. Ар жағында не істеу керек, қалай істеу керек, оның бәрін жеке шыққан кезде хабарласамыз. Жақсы ма?
болды, ол не екен, не болады екен деген нәрсені мен сіздерге жауап бермеймін ағайындар. Бұл жерде қаржылық сауаттылық курсыма келіп жатқан мен ағайындарыма үлкен рахмет, алла разы болсын, еліме мың алғыс, ризамын сіздерге. Сондықтан не жұмыс, не бизнес деген нәрсеге жауап бермеймін ағайындар. Да десеңіздер, пожалуйста, хабарласып жіберсем мен сіздерге сілтеме жіберемін. Одан кейін барып курс сатып жатсыз ба дейді. Көкем, сол жоқ, бәрі тегін бізде. Тегін курс, бесплатный курс бізде. Не дейміз, онлайн курс. WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз болды, біз осы жерде сағат 10-ға дейін тапсырманы WhatsApp топқа жібереміз да, ар жағында бүгіннің өзінде 37-ші топ бітіріп жатыр. Бүгін бізде юбилейный күн, 3 ай болды бізге. 3 ай бойы бізде 446 шәкірт бітірген Қазақстан бойынша. Оның ішінде Қарақалпақстан кірді бүгін. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан оқып жатқан кісілер бар бізде. 446 адам. Оқып алсаңыз, өзіңіз оқып аласыз. Бірінші білу керек қой көке дейді. Жақсы, білмей-ақ қойыңыз. Айтпаймын, кешіріңіздер. Бұл тақырып ол жердің тақырып емес. Сондықтан мен сіздерге, менің өзім оқып жатқан шәкірттен мені білетін кісі болса, соған ғана айтасың. Курс бағасы қанша? Курс бағасы тегін. Тегін, бесплатно орысша. Жақсы ма, ағайындар? Болды, уақыт бітіп жатыр. Амандықта, жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Ризамын сіздерге. Бақытты болыңыздар, бақуатты болыңыздар, табысты болыңыздар. Келесі тікелей эфирде кездескенше сау саламатта болыңыз ағайын. Сәттілік сіздерге.